Сәлем баршаңызға достар. Бүгін сіздермен оразгүл өте дәмді, жұмсақ болып шығатын зебра пирогын жасайтын боламыз. Егер де сіздің пирогыңыз көтерілмей, дәмі онша болмай шықса, онда бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды салып, құмшекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен бастаймыз. Осылай біздің жұмыртқамыз бен құмшекерімізден аппақ масса шығады. Осылай жақсылап араластырамыз. Кейінгі кезекте айранымызды саламыз. Салып болғаннан кейін миксерлейміз. Кішкене миксерлеп жібергеннен кейін сұйық майымызды құямыз. Рецептті описанияға қалдырамын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Сұйық майымызды құйып араластырып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын салып жібермейміз, өйткені жаңағы көтеріп алған массамыз түсіп кетеді. Ұнымыздың жартысын салып болғаннан кейін розеткелерімізді саламыз. Миксерді бірден қоспаймыз, басында осылай араластырып, кейін барып қосамыз. Өйткені ұнымыз шашырап кетуі мүмкін. Осылай араластырып болғаннан кейін қалған жарты ұнымызды да салып аламыз. Осылай салып болғаннан кейін араластырып, кейін барып миксерімізді қосамыз. Осылай бізде сұйық масса шығады, көріп тұрғандарыңыздай. Келесі кезекте біз осыны екіге бөліп аламыз. Теңдей етіп бөлеміз. Осылай бөліп болғаннан кейін екінші массамызға 2 чайный ложка какаоымызды үккіштен өткізіп аламыз. Осылай өткізіп болғаннан кейін қасықтың көмегімен жақсылап араластырып отырып, біркелкі массамыздың түсін шығарып аламыз. Осылай шығарып болғаннан кейін табамызға пергамент қағазын төсеп, қалыпты дайындаймыз. Және де үстінен бір қасықтан осылай салып отырамыз кезек-кезек. Барлығын кезек-кезек салып болған соң, бізде осындай пирог шығады. Және де бұны шейдің көмегімен осылай әдемілеп әсемдеуге болады. Және осы кезекте біз пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Зебра пирогымыз жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Таңғы шайға ішкенге өте керемет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер.